Отбасылық қаржыны кім ұстайды? Жеңгей ұстайды. Иә, жеңгей ұстайды. Мен қаржыны қарауға, есептеуге, оны үнемдеу пайдалануға, ол әйел адамның көзқарастары. Мен әйел еркек деп бөлмеймін, бірақ ол кісі сосын математик. Өте жоғары дәрежеде, өте жақсы оқыған, сол себептен есепті өте керемет жүргізеді. Қағазға жазып тұрып барлығын есептейді, сол себептен ол кісіге көбірек сенемін. Мен онша ақша есептеуге онша жоқпын. Төлемдер жасаған кезде Сол кісі барлығы, бүкіл жарық, бүкіл үйдегі жаңағы бір қарыз қалған жаңағы болады ғой, бір сатып алған заттар барлығы сол кісінің мойнында, өзі қарайды, өзі есептейді. Және өте дұрыс шешім деп өзім ойлаймын. Мен әйелім ұстайды, мен қаражатқа бейберекет адаммын. Отбасылық бюджетте енді жолдасымыз неғылады, себебі енді біздің жұмысымыз мынау мемлекеттің мәселесі. Отбасылық бюджеттанда әртүрлі коммуналдық шығындар болып қалады. Бала-шағаның балабақшасы бар, садигі бар. Оның бәрін ұмытып кетемін. Кейде ұмытып кеткен соншалықты коммуналдық службалар Базарбек төлемей жатыр, 2 ай, 3 ай деп неғылады. Ол да кішкене ыңғайсыз жағдайға тудырады. Сондықтан да ыңғайсыз жағдай тудырмас үшін ертең әп-сәтте мен парламенттің мінбесінен анау заң бұзып жатыр, мынау заң бұзып жатыр, өзім заң бұзсам, ертең ұят нәрсе ғой. Сондықтан да жолдасыма жеке айтып қойдым, міне сен өзің басқарасың, неғыласың, арасына маған ақша беріп тұр деп беріп тұрады. Мен енді бұрын депутат болдым, 10 жылға кетіп қалдым ғой. 10 жыл журналист болдым, қоғамдық жұмыспен айналыстым, білім саласымен айналыстым. 10 жыл өзіме қызықты жұмыстар атқардым. Мемлекет қызметсізде басқа салада өз-өзіңді дамытуға, өз-өзіңе, өз қасиеттеріңе қатысты таланттарыңды пайдаланып, бағыттарда жұмыс істеуге мүмкіндік бар екенін көрдім. Мен бұрын облыс әкімі орынбасары, 2 рет депутат, вице-министр болдым да, сосын 13 жыл кеттім. Білім саласында жүрдім. Серпін бағдарламасы деген өзім ұйымдастырдым. Талантты жастарды қолдадым. Өнер саласын, бизнес саласын зерттеп қарадым. Көбінесе қоғамдық жұмыспен айналыстым. Көпшілікке қызық контенттерді дамыттым. Әртүрлі медиа саласы өзіме өте қызық болды. Және мен ойым, креативті индустрия болашағы мол. Авторлық құқықтарды бүгін айтып жатырмын. Сол себептен еңбек жасаймын десе, адамға толық мүмкіншіліктер бар. Саясат, ол да мен қызығатын бағыттардың бірі. Бірақ мен саясатқа бірінші кезекте ішкі қажеттілікпен, миссиямен келем. Енді балдарымыз өсіп, немерелеріміз жақсы мемлекетте тұрса екен, әділеттілік болса екен, қауіпсіздік болса екен, әр адамның өз-өзін дамытуға мүмкіншілік болса екен деген ой. Қырсықтығым шығар енді, сондай бар. Бір қырсық қасамын, кейде қатты қырсыққан кезде айналаңда шынымен бір бейтарап пікір тыңдағың келмей қалатын, бірақ ішіңнен сезіп тұрасың да. Шамамен айтса, кемінде бір 300 мың теңге табу керек. 300 мың теңге шамамен. Ауылдық жағдайлы болсын, қалалық жағдайлы, кемінде деп айтайын. Енді біреулер бүгін оған қол жете алмай жүрсе, мен енді дәл осы сөзбен ешкімді кемсітіп, оны жаңағы өз көңіл күйіне зиян келтіргім келмейді.